Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт деп аталады. Бүгінгі өтетін грамматикалық тақырыбымыз ғылыми стиль. Ғылыми стиль қазақ әдеби тілінің бір тармағы. Ғылыми стильде зерттеу нысаны болатын зат немесе құбылыс ғылыми негізде сипатталып, дәлелдеуді қажет етеді. Логикалық сабақтастыққа құрылған ойдың анық, дәл, дәлелді берілуі ғылыми стильге тән ерекшелік болып табылады. Ғылыми стильдің үш түрі бар. Бірінші, таза ғылыми стиль. Ол белгілі бір ғылым саласының мамандарына арналған. Екінші, ғылыми оқулық стиль. Нақты бір ғылымның теориялық негіздерін игерту, ғылыми түсініктерді қалыптастыру мақсатында жұмсалады. Үшінші, ғылыми көпшілік стиль. Ғылыми көпшілік стиль дегеніміз көпшілікті ғылым саласындағы жаңалық пен жетістіктер туралы хабардар ету. Ғылыми стильдің жанрлық түрлеріне монография, энциклопедия, диссертация, анықтамалық сөздік, оқулық, ғылыми есеп, мақала, реферат, баяндама, тезис, рецензия, тағы басқалар жатады. Бірінші тапсырма. Мәтін үзіндісін мұқият тыңдаңыз. Мәтін үзінділері бойынша болжам жасап, тиісті ақпараттарды табыңыздар. Стильдің қай түріне жататынын, жанрын анықтаңыздар. Кеңістік барлық нәрсенің, ал уақыт бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Біздің жеріміз материалдық мәдениеттің көптеген дүниелерінің пайда болған орны. Бастау бұлағы десек, асыра айтқандық емес. Қазіргі қоғам өмірінің ажырамас бөлшегіне айналған көптеген бұйымдар кезінде біздің өлкемізде ойлап табылған. Ұлы даланы мекен еткен ежелгі адамдар талай техникалық жаңалықтар ойлап тауып, бұрын-соңды қолданылмаған жаңа құралдар жасаған. Бұларда адамзат баласы жер жүзінің әр түкпірінде әлі күнге дейін пайдаланып келеді. Көне жылнамалар бүгінгі қазақтардың арғы бабалары ұлан-ғайыр Еуразия құрлығындағы саяси және экономикалық тарихтың беталысын талай рет түбегейлі өзгерткені туралы сыр шертеді. Оқушылар, әрі қарай не болады деп ойлайсыздар? Атқа міну мәдениеті мен жылқының шаруашылығы жер жүзіне ұлы даладан тараған тарихтан белгілі. Еліміздің солтүстік өңіріндегі Ботай қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін дәлелдейді. Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Ал жаһандық ауқымда алсақ, шаруашылық пен әскери саладағы теңдессіз революцияға жол ашты. Оқушылар, мәтінде не туралы айтылады? Қандай мәселелер көтерілуі мүмкін? Кәне оқушылар, мәтінді ары қарай тыңдап көрейік. Жылқының қолға үйретілуі атқа міну мәдениетінің де негізін қалады. Бес қаруын асынған салтатты сарбаз, айбарлы көшпенділер империялары тарих сахнасына шыққан дәуірдің символына айналды. Ту ұстаған салтатты жауынгерлердің бейнесі батырлар заманының ең танымал эмблемасы. Сонымен қатар, атты әскердің пайда болуына байланысты қалыптасқан көшпенділер әлемі мәдени кодының айрықша элементі. Сіздің ойыңызша автор не айтқысы келді? Автокөлік қозғалтқыштарының қуаты әлі күнге дейін аттың күшімен өлшенеді. Бұл дәстүр жер жүзінде салтаттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге деген құрметтің белгісі.
біз әлемнің барлық түкпіріне ежелгі қазақ жерінен тараған осынау ұлы технологиялық революцияның жемісін адамзат баласы 19 ғасырға дейін пайдаланып келгенін ұмытпауға тиіспіз.